Абыздың аталы сөзі. Арғын абыз шешен 120 жасқа келіп отырғанда әсет би көріскелі келіп былай деген екен: «Уа, абыз ақсақал, жасыңыз бір сыпыраға келіп қалды. Абыз айтушы еді деген артыңызда бір сөз қалсын, бізге де бір үлгілі сөз қалдырып кетіңіз», депті. Сонда абыз: «Ата-анаңның қадірін балалы болғанда білерсің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білерсің, балалықтың қадірін саналы болғанда білерсің, асыл менен жастықты бағалы болғанда білерсің, бостандықтың қадірін жабылғанда білерсің, қалтаңдағы ақшаны қағылғанда білерсің, денсаулықтың қадірін ауырғанда білерсің, ақ бетіңнің қадірін қан кеткенде білерсің, ақ білектің қадірін әл кеткенде білерсің, 25-тің қадірін жас өткенде білерсің, қара көздің қадірін нұр кеткенде білерсің, татулықтың қадірін дос кеткенде білерсің, аяқ қолдың қадірін ақсағанда білерсің, 30 тістің қадірін қақсағанда білерсің, қызыл тілдің қадірін тоқтағанда білерсің. Білгеніңді сөйлеп қал, білгендерден ғибрат ал», деген екен.